Жалпы Берел қорғандары Шығыс Қазақстан облысы, Катон Қарағай ауданы, Берел деген аттас ауылдан 7 км жерде орналасқан. Жоғарғы жағынан қарағанда осындай 3 бұрышты терраса тәрізді 174 гектар аумақты алып жатқан патшалар жерленген мекен. Осы 174 гектар аумақта 100-ден астам жерлеу орындары табылған. Оның 40-қа жуығы сақтар кезеңіне, 70-ден астамы түркі кезеңіне жатады. 1998 жылы археолог Зейнолла Самашевтың бастамасымен номер 11-ші қорған зерттелді. Бұл 11-ші қорғанның жалпы диаметрі 33 метр, жерлеу камерасының тереңдігі жердің бетінен 5-7 метр тереңдікте орналасқан. Бұл 11-ші қорғанда қарағай ағашынан жасалған қиматағанның ішінде 2 адамның мүрдесі табылған. Бір ер адам, сақтардың патшасы билік иесі болған, және жанында бір әйел адам бірге жерленген. Сонымен қатар солтүстік бүйірінде 2 қатарға бөлініп, астыңғы қатарда 6 жылқысы, үстіңгі қатарда 7 жылқы, жалпы саны 13 жылқысымен бірге жерленген. Жылқылардың барлығы да жирен түсті жылқылар болған. Және жерленген кезде табыттың үстін және 2 жылқының ортасын қайыңның қабығымен бөлген. Ол антисептикалық роль атқарған және паразиттерден сақтауға көмектескен. Жалпы бұл қорғанның тастарының өзінің қалануы балықтың сыртындағы қабыршықтары тәріздес қаланып, жаңбыр жауғандағы жаңбыр сулары, таудан еріп аққан қар сулары осы тас қорғандардан өтіп, адамдар мен жылқылар жатқан жерге жиналып, төменгі температурада сол судың барлығы мұз болып қатып қалған. Яғни Берел қорғандарының әлем ғалымдарын таңғалдырып басқан жаңалығы сол, 2,5 мың жыл бойы үстін толықтай мұз басып жатқан қорған табылған. Оны қолдан жасалған мұздық немесе мәңгі тон қабаты деп атайды. Соның арқасында 13 жылқының ішкі құрылысы, еттері, тіпті асқазандағы жеген шөптеріне дейін бүлінбей жақсы сақталған күйінде табылған. Ғалымдар мен биологтар сол жылқының асқазанындағы жеген шөбін зерттеу барысында 13 жылқының әртүрлі 13 аймақтардан әкелінгендігі дәлелденген. Яғни бұл жерленген патша 13 тайпаны басқарған. Дүниеден өткен кезде әрбір тайпа көсеме сыйлық немесе құрбандық ретінде бір жылқыдан беріп, сол жылқысын жанына бірге жерлеген. Яғни жылқының санының 13 болуы патшаның 13 тайпаны басқарғандығын білдіреді. Бұл фотосурет 1998 жылы 11-ші қорғанды зерттеу барысында түсірілген. Бірақ өкінішке орай, бұл қорған сақтардың өз кезеңде бірнеше рет тоналған қорған. Тонаушылар тура қорғанның жоғарғы жағынан бұзып кіріп, қиматағанның бір шетін сындырып, осы қорғанға тонаушылық әрекеті болған. Тонаушылардың әрекетінен кейін қорғанның ішіндегі ауа температурасы бұзылып, табыттың ішіне су кіріп, ер адам мен әйел адам сүйектерін су шайып, өте нашар күйінде сақталғанын келесі сурет. Осындай өте нашар күйде сақталған, жоғарғы жақ сүйектері мен мұрын сүйектері мүлдем сақталмай қалған, тек тістерінің жақсы сақталғандығына қарап, жасы шамамен 30-40 жас аралығында екендігі анықталған. Және жанындағы жерленген әйел адам мен ДНК сараптамасы бойынша екеуінің туысқандық арақатынасы анықталған. Яғни патшаның жанында анасы немесе апайы бірге жерленген, себебі әйел адамның жанындағы ер адамға қарағанда бір шама үлкенірек болған. Сонымен қатар антропологтар бас сүйегін жинау барысында төбе тұсында аяқталмай қалған операция іздерін анықтаған, яғни сол кездің өзінде адамның бас сүйегіне операция жасалынған. Бұл операция ұрыс соғыс кезінде патша бір ауыр затпен басынан соғып қалған, сол басын ұйыған қаннан емдеп жазу мақсатында жүргізілген операция болған. Және операция жасаған кезде шашын толықтай алып тастағандықтан, жерлеген кезде жылқының қылынан жасалған өрілген жасанды парик кигізіп жерленген. Мына жерде сол жасанды паригінің және сақал мұртының қалдықтарын көре аласыздар. Қорғанда болдыңыздар ма? Неше метр тереңдікте жатыр? 5-7 метр тереңдікте. 5-7 метр тереңдікте. Сонда кезінде қиматағанның беткі тақтай ағашы. Қарағай деген ағаштан жасалған, осы аймақта өсетін өте мықты суға төзімді ағаш. Суды бойына сіңірген сайын шірімей, тас құсап қатая береді. Сондықтан 2,5 мың жыл уақыт өтсе де өте жақсы күйінде сақталған қарағай ағашы. Келесі археология залынан табылған барлық жәдігерлер осы залға қойылған. Барлығына да шамамен 2,5 мың жыл болған жәдігерлер. Жаңа жылқылардың аралықтарына және беттеріне жапқан қайынның қабықтары, жылқылардың жалдары осылай өрілген күйінде табылған. Жылқылардың терілері міне осы күйінде сақталып қалған. Және де киіздің қалдықтары көрсетілген. Оригинал ма бұл? Иә, барлығы музейде жаңағы жылқының реконструкциясынан қалған заттың барлығы да түпнұсқа. Тоқыма жіптен жасалған, қызыл түске боялған ер тоқымның жабындылары, сақтар осы қызыл түсті өте көп пайдаланған екен. Астында киізден жасалған ер тоқымның қастары, жастаулары көрсетілген. Мына жақта міне теріден жасалған тері жамылғылары бар, ағаш тұтқалары бар, ер тоқымның жастаулары көрсетілген. Жаңағы жылқылардың үстіндегі жылқылардың құйрықтары міне осылай өрілген күйінде табылған, сырттарынан жұқа алтын тагиямен жасалған. Енді мына жылқылардың
Тағы да жақсы сақталуына себеп болған мына аралықтарына курил шайы деп аталатын бұта тектес өсімдік бар. Соны себеп тастаған, сонда мына құрт құмырсқа жәндіктер сол үшін жоламаған екен. Жылқылардың жалдары балық пішінде салпыншақ деп аталады. Бұл киізден жасалған ер тоқымның бір фрагменті, әшекейі. Ал мына кейбір алдыңғы қатардағы жылқылардың бастарында таутекенің мүйізіне келтіріліп жасалған маскалар кигізілген. Ол маска мүйіздің өзі қарағайдан жасалып, сыртынан терімен қапталып, оның сыртынан алтынмен қапталған. Сол мынау сыртынан қапталған терісі. Астында міне қарасаңыздар, сол замандағы суреттермен қоса сақталып қалған ер тоқымның қалдықтары көрсетілген. Бұл суретте номер 2-ші қорған көрсетілген. Бұл да сақ заманына жататын қорған. 2016 жылы зерттелген. Бұл қорғаннан әйел адам жерлеуі қасынан 7 жылқының сүйегімен бірге табылған. Енді бір жылқының сүйегі міне осы жерге экспозицияға ұсынылған. Жылқылардың жасы шамамен 10-15 жастағы жылқылар және табылған жылқылардың барлығында да маңдайларында осындай чеканның іздері болған. Жылқыларды өлтірген кезде қан шығармай, бауыздамай өлтірген, себебі қаны шықпаса келесі өмірге тірі барады деген сеніммен маңдайларынан чекан деп аталатын балға сияқты құралмен ұрып өлтірген екен. Одан кейін міндетті түрде осында 2 құмыра бірге жерлеп отырған. Қыш құмыра, бір құмыраға қымыз, бір құмыраға су. Одан кейін жер үстелінің үстіне жылқының жаясын, қойдың жауырынын қасына қанжар пышағымен бірге жерлеп отырған екен. Келесі өмірдегі тамағы азығы деп білген. Темірден жасалған қанжарлар, астында қоладан және темірден жасалған шегелер, табыттың қақпағын осындай шегелермен төрт бұрышына шегелеп, шегелердің бастарына осындай құстар орнатқан. Екеуі қонбай тұрған құс, екеуі шықпай тұрған құс, табыттың ішіндегі адамның жанын келесі өмірге алып кетеді деген сеніммен. Қоладан жасалған айналар, беруза, сердолик тастары, бұл тастар жаңағы бұл әшекейлер және астында қоладан жасалған айналар осы номер 2-ші қорғаннан табылған, әйел адамның басынан табылған. Сүйектен жасалған жебенің ұштары, сүйектен жасалған айырбастар, қойдың жауырыны ритуалды мақсатта қолданған және қабан шошқаның азу тістері жылқылардың мойындарына салпыншақ ретінде таққан. Және жылқылардың үстіндегі ағаштан ойылып жасалған ан стиліндегі әшекейлер. Темірден жасалған ауыздықтар және жылқылардың тұяқтары көрсетілген. Ал бұл жерде енді номер 16-ші қорғаннан табылған ер адам мен әйел адамның бет бейнелерін қайтадан антропологиялық қалпына келтірулері көрсетілген. Екеуі ерлі зайыпты деген болжамдар бар. Қастарында 10 жылқы бірге жерленген. Жаңағы табылған жылқылардың тура көшірмесі көрсетілген. Жылқылар тура осы мөлшерде аласа бойлы жабы тұқымдас жылқылар болған. Себебі тау-тасқа жүргенге өте ыңғайлы әрі төзімді келген мұндай жылқылар. Және жерленген 13 жылқында түстері осындай жирен түсті жылқылар болған. Сақтар өздері отқа және күнге табылғаннан кейін осындай от түсті, күн түсті 13 жылқыны арнайы таңдап алып бірге жерлеген екен. Маңдайындағы жаңа чеканның ізін жасыру үшін осындай әшекейлер қолданған. Сүйектен, ағаштан ойып жасап, сырттарынан алтын фольгамен қаптаған. Енді барлық ат әбзелдері қазіргі сияқты тек қана үзеңгі табылмаған және жылқылардың тұяқтарынан таға кездеспеген екен. Енді кейбір алдыңғы қатардағы жылқылардың бастарынан осылай таутекенің мүйізіне келтіріліп жасалған маскалар кигізілген. Бұнымен сақтар аспан әлемін көрсеткен екен. Ал мына төмен жағында қарасаңыздар балық ішінде салпыншақтар көрсетілген. Бұнымен су әлемін көрсеткен екен. Суретте енді тарих ғылымдарының докторы археолог Зейнолла Самашев көрсетілген. Осы 98-ден бері осы Береу қорғандарын зерттеп келе жатқан археолог. Орта ғасыр біздің заманымыздың 5-8 ғасыры. Сақтардан кейін 1000 жылдан кейін түркі тайпалары мекендеген. Бұл жердегі барлық жәдігерлер сол түркі дәуірінің қорғандарынан табылған жәдігерлер. Номер 81-ші қорғаннан әйел адам жерлеуі табылған. Бұл жердегі әшекейлердің барлығы да сол әйел адам қасынан табылған. Бордан жасалған түймелері, шашқа тағатын әшекейі, сүйектен жасалған тарағы, косметикалық щеткасы, күміс сырғалары және күмістен жасалған маңдайға тағатын диадемасы. Астында күміс айнаның сынығы, қола білезік, темірден жасалған сырғалар, көзілдірік кейпіндегі әшекейлер және тағы да бордан жасалған түйме. Астында осы бүкіл сақ және түркі заманына жататын
қыш құмыралары көрсетілген. Қалмұлы Тұмарбаев деген атамыз бұның барлығында өзінің коллекция ретінде жинап, кейін осы қайтыс болғаннан кейін осы балалары музейге өткізген. Ақ қорғандардан және түркі қорғандарынан табылған алтындардың біраз бөлігі осы залға қойылған. Алтындардың пробалары 900-ден жоғарғы, ең жоғарғы пробалы алтындар. Алтыннан сақтар жіп жасай білген екен. Номер 16-шы қорғаннан табылған әйел адамның киімдері осындай алтын жіптермен тігілген болып шыққан. Ал қасындағы сол жұқа алтыннан жасалған киімге тағылған әшекейлер. Мына жақтарда жылқылардың үстіндегі әшекейлер көрсетілген. Жылқылардың үстіндегі әшекейлердің барлығы да әртүрлі аңның формасында қарағай ағашынан ойылып жасалып, сырттарынан жұқа алтын фольгамен қапталған. Қарап танысыңыздар. Ең көне қорғаннан табылған жәдігерлер қойылған. Бұл номер 36-шы қорған. Ол біздің заманымызға дейінгі 3-1 ғасырмен мерзімделеді. Бұл қорғаннан бір ер адам мен қасынан бір жылқының жерлеуі табылған. Осы бір жылқының үстінен 60-қа жуық осындай әшекей бұйымдар табылған. Және де әшекей бұйымдардың барлығы да маралдың және бұланның мүйізінен ойылып жасалған. Енді бұндай әдіс бүкіл Евразия континенті бойынша тек қана осы 36-шы қорғанда ғана кездеседі екен. Енді алдарыңызда тұрған барлық әшекей шамамен 3000 жыл уақыт өткен осы бір жылқының үстінде болған маралдың мүйізінен ойылып жасалған әшекейлер. Осымен музей бойынша экскурсия аяқталды.